Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. 1. Қызыл кітап қандай мақсатта жарық көрді? Ол неге қызыл кітап деп аталады? Қызыл кітаптың негізгі мақсаты жойылып кету қаупі бар өсімдіктер мен жануарларды қорғау, сақтау және көбейту. Бұл кітапта сирек кездесетін және азайып бара жатқан түрлер тіркеледі. Ол қызыл кітап деп аталады, себебі қызыл түс қауіптің дабылдың белгісі. Яғни бұл кітап табиғатты қорғауға назар аудартатын ескерту ретінде берілген. 2. Өздерің тұратын жерлерінде өсімдік пен жануардың қандай түрі қызыл кітапқа енгізілген? Қазақстанның әр аймағында әр түрлі түрлер бар. Мысалы, жануарлар: қарақұйрық, киік, ақбөкен, қар барысы өсімдіктер. Қызғалдақтың сирек түрлері: шірен қызғалдағы, тораңғы. Өз өңірлеріне қарай нақты мысал қосуға болады. 3. Тапсырма. Қазақстанның қызыл кітабындағы жануарлар мен өсімдіктерді бетінің түстеріне қарай іріктеу қызыл кітапта түрлер жағдайына қарай түрлі түспен белгіленеді. Қара бет жойылып кеткен түрлер, қызыл бет жойылу қаупі жоғары түрлер, сары бет саны азайып бара жатқан түрлер, жасыл бет қайта қалпына келген түрлер, ақ бет аз зерттелген түрлер. Мысал: қызыл бет, қар барысы, киік, сары бет, қарақұйрық, жасыл бет. Кейбір қорғалған өсімдіктер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.